армысыз қазақ елі, арнада Атырау Loves English бағдарламасы. Сіздермен бірге Дина мен Арман, бүгінгі кештің жүргізушілері. В Атырау при поддержке British Council реализуется целый ряд проектов, направленных на развитие потенциала молодых людей, проживающих в нефтяном регионе страны. Здесь проживает более 330 тысяч человек, 100 тысяч из которых школьники. Аталған жобалардың бірі Атырау облысындағы ағылшын тілін қашықтан оқыту жобасы. Оған Атырау қаласындағы 7 орта мектеп, Мақат ауылындағы 1 орта мектеп және Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті қатысқан. Жобаға қашықтан оқытушы ретінде Дельта және Сельта халықаралық біліктілігі бар мұғалімдер де қатысты. Олардан жоба туралы сұрастырайық. Байланыста Әсел Жаманқұлова мен Динара Үйсінбаева. До этого проекта у вас был опыт обучения учителей дистанционно? Нет, ранее у меня не было такого опыта обучения учителей дистанционно. Насколько отличается дистанционное обучение от традиционного формата? На самом деле я много думала по поводу того, чем отличается традиционное обучение в классе от дистанционного, и сделала для себя вывод удивительный, что при дистанционном обучении к ученикам проявляется более индивидуальный подход, нежели в классе, потому что когда ты преподаешь в классе, у тебя слишком много забот, ты пытаешься настроить проектор, компьютер, поддерживать визуальный контакт со студентами, нежели когда ты преподаешь дистанционно, это все делается одним кликом мышки, то есть ты можешь наблюдать за студентами, так сказать, более пристально, тем самым выявлять их потребности, какие-то ошибки и нужды. Ваши ученики и их учителя оказались наиболее подготовленными к обучению в условиях пандемии. А с какими сложностями вы столкнулись? Да, переход к онлайн-обучению воспринялся нашими учениками и учителями как нечто естественное и интересное. Уже натренированные в рамках проекта, они были готовы работать онлайн. В то время как учащиеся всего Казахстана, их родители, а также многие учителя воспринимали онлайн-обучение как нечто неэффективное, именно наши подопечные продолжали учиться эффективно, вдохновляя окружающих. Мы, учителя от Британского совета, неожиданно осознали, что все те знания, полученные в рамках проекта, уникальны и востребованы в высшей степени. Мне кажется, именно пандемия сыграла решающую роль в нашем проекте, показав, что все то, чем мы занимаемся, как никогда актуально для образования Казахстана. Именно мне проект дал мощный толчок к развитию не только как учителя английского языка, но и как наставника по онлайн-обучению и тренера учителей. Одним из компонентов проекта было оказание помощи местным учителям в качестве наставников. Как вы думаете, насколько изменился их подход к преподаванию после проекта? Я уверена, наш проект оставил и оставит незабываемый след в профессиональной карьере каждого учителя. Несомненно, наши учителя выросли профессионально как учителя английского языка, как наставники своих коллег в своей школе. В прошлом учебном году наши учителя наравне с нами выступали на различных методических семинарах города Атырау и Атырауской области, давали очень интересные методические сессии для своих коллег. Обученные в соответствии с коммуникативной методикой обучения, получившие глубокие знания от учителей Британского совета, получившие возможность обучаться в Великобритании в течение некоторого времени, наши учителя, я уверена, даже после окончания проекта будут продолжать свою профессиональную деятельность и станут ведущими специалистами города и области и даже с нашей страны. Әсел, Динара, рахмет. Енді бұл жобаның қатысушыларына да сөз берейік. Көктемде жобаға қатысатын мектеп оқушылары 2 номинациядан тұратын бейнеролик байқауына қатысты. Біріншісі ағылшын тілі менің өмірімді қалай өзгертті деп аталады. Онда оқушылар 1 минут ішінде ағылшын тілінің олардың өміріне қандай өзгеріс әкелгені туралы айту керек болды. Осы роликтердің үзінділерін бір шолып өтейік. Hi, my name is Ansaya, and today in this video I'm going to talk about how English changed my life. Whether you are looking for incredible adventure or study opportunities, learning English is a shortcut to success. Now I listen to many English songs, for example Ariana Grande. I have been studying English since first grade. I learned it by heart, alphabet, and then I started to be interested in this language. Well, at that time I was absolutely not interested in learning English. I didn't understand the importance of this.
But in the 6th grade, everything turned upside down. If I start reading the book in English, I can tell it to other people without problem. Thanks for English language. I find the words on the internet and some. If you want to travel and get any job, you should know English. Во второй номинации ученикам предлагалось записать видеовыступление, в подготовке к которому приняла участие команда из 3 человек. Ребята подбирали материалы и готовили выступления по теме I Live Green, выступая в защиту природы и окружающей среды. Hi there, I'm Asim, and today we want to talk to you a little about the environmental problems of our beloved city of Atra with my teammate Madina. We live in a world full of different types of pollution. Wanting to make their lives easier, people have invented some new topics. Oh, don't worry, it is really quite simple. This is kind of the recycling symbol. Recycling? What does that mean, Mr. Jigir? Recycling is when we take our trash and make it into something new. Can we recycle bananas? Remember that by harming nature, we make ourselves worse too. So we cannot be independent and have to keep rules. We very much hope that in the near future there will be alternative solutions that do not bring any harm to the public environment. Ключом к успешности реализации проекта является высокий уровень мотивации и вовлеченность участников. Жобаның бірінші жылының қорытындысы бойынша жоғары нәтиже көрсеткен үздік мұғалімдер: нөмір 22 мектептің мұғалімі Нұргүл Апилова, нөмір 33 мектептің мұғалімі Бейбіткүл Санаева мен Атырау университетінің оқытушысы Әлия Тілеуова. Олар Ұлыбританияға саяхаттауға жолдама ұтып алды. Онда ұстаздар Эдинбург колледжінде ағылшын тілін оқыту саласындағы жетекші мамандармен 2 апталық курста біліктілігін арттырды. Сөз кезегін бірінші жылдың жеңімпаздарына берейік. Ұлыбританияға саяхат ұтып алғаныңызды білгендегі сезімдеріңізбен бөлісіңізші. Осы жоба бойынша жеңімпаз екендігімді 2019 жылдың 3 маусым күні электронды почтама келген хабарлама арқылы білген болатынмын. Сол кездегі ішкі сезімімді, қуанышымды айтып жеткізу мүмкін емес. Себебі мен сол кезде өзімнің кәсіби тәжірибемді молайтуға және өзге елді көруге мүмкіндік алған едім. Және бір жылғы еңбектің жемісі осы кезде ақталғандығы көрінді. Сол кезде біздер Эдинбург қаласында, Эдинбург колледжінде 2 апталық курстан өткен болатынбыз. Ол курс маған көптеген мол тәжірибе берді. Біздер сол елдің тәжірибесі мол мамандардан дәріс алдық. Және бұл бір жылғы еңбектің жемісін көрсететін нәтиже еді. Эдинбургте үйренген қандай әдістерді сыныбыңызда қолдандыңыз? Эдинбургке барған кезде біздің деңгейіміз бойынша біздер топтарға бөліндік. Бізге тағайындалған ұстаз өте мол тәжірибелі, әртүрлі әдіс тәсілдерді қолданған және сабақтардың барлығы ағылшын тілінде өтті. Біздерге бір аптаның жұма күні movie time, яғни кино көруге уақыт берілетін. Тақырыпқа сәйкес кино көрдік. Сол кино бойынша топтағы студенттермен сұрақтарды талқыладық, дискуссия жасадық. Сол кезде бізге мұғалім балмұздақ таратып, өзімізді еркін ұстауға мүмкіндік беріп, кино біткеннен кейін түрлі сұрақтар қойып, пікірталас жасалды. Және мен бұл әдіс тәсілді өз оқушыларыма қолданған кезде оларға өте қатты ұнады және сол сабақ туралы олар мағлұматты қатты сіңіріп алды деп айтсам болады. Ұлыбритания елі туралы өз пікіріңізді айтып берсеңіз, елден қандай әсер алдыңыз? Маған Шотландия мемлекетіне ұнағаны табиғаты. Яғни табиғаты біздің Қазақстандағы Алматы қаламыздың табиғатына ұқсас келеді, бірақ маған біз өзіміздің қаламызбен салыстырғанда өте ұнады. Және маған тағы бір ұнағаны Шотландия мемлекетінде ескі мәдени ғимараттар
ғимараттар өте көп. Атап айтсақ, галерея, театр, музей. Ол жерден өзіңе мол ішкі жан дүние байлығын аласың. Және рухани демаласың, тынышталасың. Шотланд биін билеуге 2 сағаттық би үйірмесіне апарды. Сол кезде біздер өз шотландтық биді билеуге тәжірибе жасадық. Өте энергиямызды тастатын әсерлі билер болды деп айта аламын. Маған ұнағаны халқының сондай мәдениеттілігі. Және бір қалыпты ғой, асықпайды. Білмеймін, біз асығып жанталасып жүреміз, ол халық асықпайды. Эдинбург қаласы өте бір тарихи мұражай деп айтуға болады. Ғимараттары өте ескі жағы да бар, және жаңадан салынған ғимараттары да бар. Адамдары өте қарапайым және әртүрлі ұлттардың тоғысқан мекені деп те айтуға болады. Сонда алған дәрістер сізге не берді? Және оны өткеннен соң сіз қаншалықты өзгердіңіз? Ұлыбританияда өткен 2 апталық курстан мен өзіме мол методикалық әдіс тәсілдердің мол байлығын алдым. Және тәжірибе алмастым. Және одан кейін мен өз елімізге келіп, өзімнің жұмысымды бастаған кезде мен сол әдіс тәсілдерді өзімнің сабағыма қолданып, өзімнің сабақ өту стилімді өзгерттім. Сабақ беру әдісім өзгерді деп айтуға, себебі дәстүрлі түрде мен оқушылардың зейінін арттыратын learner centered сабақтар жасауға бейімделе бастадым. Ал енді жобаның 2-ші жылындағы жеңімпаздармен таныс болайық. Олардың жоба туралы пікірін сұрастырайық. Байланыста Аружан Саинова, нөмірі 22-ші мектептің ағылшын тілі мұғалімі. Жобаға қатысқаннан кейін сіздің оқытуға деген көзқарасыңыз қалай өзгерді? Бұл жобада біздер Әсел ханыммен бірге жұмыс жасадық. Ол менің менторым болды. Бұл жобада қызықты сәттер өте көп болды. Мен көп білмеген нәрселердің барлығын үйрендім. Қалай сабақ беру керектігін. Негізі бұлай сабақ бергенде өзім дәстүрлі сабақтарда көп қателік жібереді екен. Сол мұғаліммен жұмыс жасаған кезде бүкіл қателіктерін барлығын түзеп, уже мен қазір профессионалды деңгейде деп айта аламын өзімді. Жоба аяқталғаннан кейін болашаққа қандай жоспарларыңыз бар? Британдық кеңес және NCOC компаниясының ұйымдастырған ағылшын тілін қашықтықтан оқыту инновациялық жобадан алған тәжірибемді ары қарай мектеп оқушыларының ағылшын тілі деңгейін арттыру мақсатында ағылшын тілі пән мұғалімдерімен бөлісіп, олармен бірге жұмыс жасап, және өзімнің диссертациялық жобама қосамын деген ниеттемін. Алдағы уақытта селта біліктілік курсын меңгеріп, одан жоғары деңгейді алып, ары қарай ағылшын тілін халықаралық деңгейде қашықтықтан оқытқым келеді. Ну что ж, настал момент, когда мы должны объявить имена лучших учителей проекта. Все они получат памятные призы и сертификаты. И начнем мы с номинации «Лучшее эссе» «My Success Story in Online Teaching». В конкурсе на лучшее эссе определилось 3 победителя. Амангуль Жумагалиева, учитель школы номер 27 города Атырау. Алия Тлеова, преподаватель Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. Нургуль Апилова, учитель школы номер 22 города Атырау. Жобаның 2-ші жылының жеңімпаздарын қарсы алыңыздар. Назым Естаева, Атырау қаласындағы нөмірі 11-ші мектеп мұғалімі. Мөлдір Рахимова, Атырау қаласындағы нөмірі 11-ші мектеп мұғалімі. Аружан Саинова, Атырау қаласындағы нөмірі 22-ші мектеп мұғалімі. Гаухар Балпейісова, Мақат ауылындағы Мұсабай Мұханов атындағы мектеп мұғалімі.
Победители второго и третьего года проекта, к сожалению, из-за разыгравшейся пандемии не смогли продолжить обучение в Великобритании. Однако British Council и компания NCOC решили их поощрить сертификатами и ценными подарками, которые послужат подспорьем в их дальнейшей работе. А победители третьего года проекта становятся Сая Карабалина, преподаватель Атырауского университета имени Халела Досмухамедова, Амангуль Жумагалиева, учитель школы номер 27 города Атырау. Жоба әр жылдың үздік мұғалімдерін ғана емес, сонымен қатар 3 жыл бойы жобаға деген қызығушылығы мен адалдығын көрсеткен мұғалімдерді анықтады. Dedicated Teaching номинациясы. Атырау қаласындағы нөмірі 11 мектеп мұғалімі Назым Естаева, және Атырау қаласындағы нөмірі 22 мектеп мұғалімі Аружан Саиноваға берді. Олар 2 жыл ішінде жобаның барлық қатысушылары арасында ерекше жетістіктерге қол жеткізді. Марапаттарыңыз құтты болсын. И, наконец, самыми лучшими учителями всех 3 лет проекта признаны и получают звание Project Super Teacher Алия Тлеова, преподаватель Атырауского университета имени Халела Досмухамедова, и Нургуль Апилова, учитель школы номер 22 города Атырау. В течение всех 3 лет проекта оба учителя показывали лучшие результаты, приверженность проекту, и по окончании каждого года проекта занимали первые места среди всех участников. Биыл Атырау облысында ағылшын тілін қашықтан оқыту жобасы аяқталуда. 3 жыл ішінде жобаға Атырау облысының 20-дан астам мұғалімі қатысты. Олардың әр қайсысы жаңа дағдылар мен оқыту әдістерін үйренді. British Council мен NCOC компаниясы жобаның барлық қатысушыларына атқарылған жұмыстар үшін, еңбекқорлығы мен адалдығы үшін алғысын білдіреді. Дамы и господа, на этом наша церемония награждения завершается. Хотелось бы еще раз поблагодарить всех учителей за участие в проекте и за ценные знания, которыми мы делились с учениками. Сіздер әр оқушының бойында білімге деген қызығушылығын оята отырып, үлкен ынтамен сабақ беріп жүрсіздер. Ұстаздық шеберліктеріңіз бен шыдамдылықтарыңызға алғыс айтамыз. Оқушылардың білім жолындағы әр күнін қызықты саяхатқа айналдырып жүргендеріңізге мың алғыс. Мы желаем, чтобы знания и опыт, которые вы получили во время проекта, приносили свои плоды в вашей деятельности. Желаем развития и покорения новых высот. Құрметті көрермендер, сіздермен де қоштасу сәті таяп қалды. Біздің бейнероликті соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Желаем вам хорошего дня и знания английского языка на высоком уровне. До свидания. Хош сау болыңыздар.